Ассаламу алейкум қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің хабарымыз оңтүстіктегі көршіміз Өзбекстан Республикасы туралы болмақ. Ендеше кеттік. Өзбекстан Республикасы орталық Азияда орналасқан мемлекет. 1992 жылы 8 желтоқсанда қабылданған конституциясы бойынша президенттік басқару нысанындағы зайырлы мемлекет. Президент 5 жылға сайланады. Жоғары заң шығарушы органы Оли Мәжіліс, қос палаталы парламент, заң шығарушы палата, төменгі және жоғары палаттан тұрады. Атқарушы органы министрлер кабинеті. Әкімшілік жағынан бір автономиялық республикаға Қарақалпақстан және 12 облысқа бөлінеді. Тәуелсіздік алған күні 31 тамыз 1991 жыл Кеңес одағынан. Мемлекеттік тілі өзбек тілі. Елордасы Ташкент қаласы. Ірі қалалар Ташкент, Самарқан, Ферғана, Әндіжан, Наманган, Бухара, Қаршы, Нүкіс, Қоқан, Марғылан. Президенті Шавкат Мирзиёев. Премьер-министр Абдулла Әріпов. Сенат төрағасы Танзила Нарбаева. Заң шығарушы палата спикері Нурдин Джон Исмаилов. Жер аумағы бойынша әлемде 56 орында. Халқының саны 32.768.725 адам. Әлем бойынша 41 орында. Жалпы ішкі өнім 238 миллиард 997 миллион доллар. Жан басына шаққанда 7350 доллардан келеді. Валютасы сум. Өзбекстан Республикасы шығысында Қырғызстанмен, солтүстік шығысында, солтүстігінде және солтүстік батысында Қазақстан Республикасымен шектеседі. Оңтүстік батысында және оңтүстігінде Түркменстан, оңтүстігінде Ауғанстан және оңтүстік шығысында Тәжікстанмен шектеседі. Өзбекстан Арал теңізіне шығуға мүмкіндігі бар. Бірақ ол әлемдегі екі елдің бірі. Ол әлемдік мұхитқа шығу үшін екі мемлекеттің аумағын кесіп өтуі керек. Бұл мемлекеттің біреуі Еуропада орналасқан Лихтенштейн мемлекеті. Барлық көрші елдерде әлемдік мұхитқа шыға алмайды. Өзбекстанның экономикасы индустриалды аграрлы мемлекет. 1990 жылы ол бүкіл өнеркәсіп өндірісі көлемінің 44,4%-ын құрады. Ташкент авиациялық өндірістік бірлестігінде Ил-76, Ил-114 ұшақтары шығарылды. 1996 жылы оңтүстік кореялық Дева фермасымен бірлесіп өндірістік қуаты жағынан 200 мың жеңіл автомобильді шығаруға жететін зауыт іске қосылды. Сонымен бірге автомобильдерді жабдықтауға арналған бұйымдар жасайтын кәсіпорындар құрылып, жүк автомобильдері мен автобустар шығаратын зауыттар салынды. Жеңіл өнеркәсіп орындары республикадағы өнеркәсіп өнімінің 20%-нан астам бөлігін өндіреді. Жері табиғи ресурстарға бай. Бүкіл Орта Азиядағы газ конденсатының 74%-ы Өзбекстанның үлесіне тиеді. Алтын қоры жөнінен ол әлемде 4-ші, жез қоры жөнінен 11-ші, уран қоры бойынша 7-8-ші орынды иеленеді. Мақта дақылын өсіру көрсеткіші бойынша әлемде 5-ші орында. Оны экспортқа шығару жөнінен 2-ші орында. Ел аумағынан жалпы ұзындығы 4000 шақырым құрайтын 9 ірі газ құбыры өтеді. Аса маңыздылары Орта Азия, орталық және Бухара, Орал құбырлары. Жібек шикізатын, жүн, қаракөл елтірісі, жеміс-жидек, алтын, табиғи газды экспортқа шығарып, азық-түлік, шикізат тағы басқа өнімдерді сырттан алады. Өзбекстан мен Қазақстан арасында саяси, экономикалық, әскери, мәдени байланыстар орнаған. 1992 жылы екі ел арасында достық, ынтымақтастық және өзара көмек. 1994 жылы бірыңғай экономикалық кеңістік. 1998 жылы мәңгілік достық туралы шартқа және экономикалық байланыстарды кеңейту туралы келісімге қол қойылды. 2004 жылы екі ел арасындағы шекара толық делимитацияланды. Өзбекстан өңірі жер бедері жөнінен солтүстік батыс жазық және оңтүстік шығыс таулы бөліктерге бөлінеді. Жазық жағын Қызылқұм шөлі, Үстірт, Тұран ойпаты, Әмудария атырауы алып жатыр. Таулы өлке Шатқал, Құрма, Ферғана, Алай,
Зеравшан, Түркістан тағы басқа жоталардан құралады. Бұлардың аралықтарында Ферғана, Зеравшан, Шыршық Әнгірек, Қашқадария, Сурхандария аңғарлар орналасқан. Жер қойнауы пайдалы қазындыларға бай. Қаратау нарын белдеуінен сирек металл, темір кентасы, полиметалл, қорғасын мырыш, Белтау құрылмадан мыс, Түркістан алайдан графит, никель, кобальт кен орындары ашылған. Өзбекстан аумағы орталық Азиядағы ірі мұнайлы газды аймақ саналады. Оңтүстік Ферғанада күкірт және озокерит, Гиссар жотасында карнолит, сильвинит тас тұзы, Сұлтанауиздат тауында фосфорит бар анықталды. Климаты тым континенттік, қуаң, жазы ыстық, шілденің орташа температурасы солтүстік батыс бөлігінде 33-38 градус, оңтүстігінде 25-30 градус. Қысы жылы, қар жұқа түседі. Қаңтарда 6,3 градус, оңтүстігінде 3 градус болады. Жылдық жауын шашынның мөлшері әрқилы. Кей шөлді өңірлерде 100 мм, кей жерлерде 200-400 мм, тау бөктерлерінде 900 мм. Өзендерінің көпшілігі Арал теңізінің алабына жатады. Ірі өзендері Әмудария, Сырдария, Зеравшан, Қашқадария. Жер суару және суландыру жүйесі өте жақсы дамыған. Жері негізінен сары және сары қоңыр топырақты. Батыс және солтүстік жағы құм шағылды келеді. Республика жерінің көпшілік бөлігінде қуаңшылыққа төзімді өсімдіктер мен жануарлар дүниесі тіршілік етеді. Ел тәуелсіздігін алғаннан кейінгі кезеңде әсіресе отын энергетика саласын дамытуға көп көңіл бөлінді. Электр энергиясын өндіру Әнгірендегі қоңыр көмір, Шыршықтағы СС тізбегіне және табиғи газға негізделген. Қазіргі кезде 1991 жылмен салыстырғанда мұнай өндіру 3 есеге жуық, ал табиғи газ өндірісі 10 миллиард көпке артты. Ел Қазақстан мен Қырғызстанды да табиғи газбен қамтамасыз етеді. Мүбәректе газ өндіру зауыты салынған. Мұнда газбен қатар күкірт те өндіріледі. Республикада газ өңдеумен қатар мұнай өндіру саласы да қарқынды дамуда. Алты арық және Ферғана мұнай өңдеу зауыттары Ферғана аңғарынан өндірілетін мұнайға, ал салынып жатқан Бұқара зауыты Көкдумалақ кен орнының мұнай газ конденсатына негізделеді. Мұнай газ өндірісі негізінде химия өнеркәсібі ерекше қарқынмен дамуда. Бұл сала ең алдымен ауыл шаруашылығының тыңайтқыштарға деген сұранысын қамтамасыз ету мақсатын көздейді. Шыршық, Навой мен Ферғанада азот тыңайтқыштарын өндіреді. Ферғана, Қоқан, Самарқанд, Алмалық зауыттар Қазақстаннан әкелінетін фосфорит шикізат негізінде жұмыс істейді. Бұл кәсіпорындарда тыңайтқыштармен қатар өсімдіктерді зиянкестерден қорғауға қажетті заттар, тұрмыстық химия өнімдері де шығарылады. Сонымен қатар резинка және пластмасса бұйымдарын өндіретін дәрі-дәрмек жасайтын кәсіпорындар да бар. Жергілікті шикізатқа негізделген түсті металлургия айрықша көзге түседі. Алмалық маңында мыс молибден кендері өндіріліп өңделеді, ал Ташкент облысында комбинаттар жергілікті вольфрам, молибден кендері мен Тәжікстаннан әкелінетін қорғасын мырыш концентраттары негізінде жұмыс істейді. Алтын өндірісі Қызылқұмдағы Мұрынтау алтын өндіретін комбинатында шоғырланды. Ферғана аңғарында күміс өндіріледі. Ташкент қаласы мен оның маңайында ауыл шаруашылық машиналарын жасау кәсіпорындары орналасқан. Мұнда мақта жинауға және тазалауға арналған машиналар, тоқыма өнеркәсібі мен суландыруға қажетті жабдықтар шығарылады. Елдің халқы тығыз орналасқан шығыс бөлігінде электр техникасын, приборлар мен құрал сайман жасайтын өндірістің үлесі едәуір. Мұнда жүк көтергіш көліктер мен химия өнеркәсібіне қажетті жабдықтар, кабель өндіретін кәсіпорындарда орналасқан. 2020 жылғы 1 сәуірде Өзбекстан халқы 34 миллион 36 мың 800 адамды құрады. Оның ішінде 50,5% қалалық және 49,5% ауылдық. 2019 жылдың қаңтар желтоқсан айларында Өзбекстан халқы 650 мың адамға артты. 2019 жыл туылғандар саны 815 мың адамды құрады.
Өзбекстан көп ұлтты мемлекет. Бұл республикада өзбектерден бөлек тәжік, орыс, қырғыз, қазақ, татар, қарақалпақ, түркмен, украин, армян, әзірбайжан, парсы, ұйғыр, белорус, қырым татарлары, еврейлер, түріктер, месхетинстер, немістер, гректер тұрады. Қазақтардың саны 1 миллионға жуық. Бұл мемлекетте тұратын. Ресми мәліметтерге сәйкес халқының дені мұсылмандар 89%, сүннет жолын ұстанады. Сондай-ақ православтар 4%. Бұлардың үлесі азайып жатыр. Орыстардың, украиндардың, белорустардың және тағы басқалардың эмиграциясына байланысты. Қалған 3% Рим католиктері, Корей христиандары, баптистер, лютерандар, 7-ші күн адвентистері, евангелиялық христиандар мен 50-ші күндер, иегова куәгерлері, буддистер, кришнаиттер және атеистер. Өзбекстан қарулы күштеріне құрлық әскерлері, әуе қорғанысы және әуе күштері, арнайы әскерлер және ұлттық ұлан кіреді. 2004 жылдан бастап Өзбекстан қарулы күштерінде реформа жүргізілді. Оның барысында тұрақты әскерлер саны жалпы шақырудан бас тарту арқылы қысқартылды. Әскерге шақырылушыны медициналық куәландыру, оның моральдық және кәсіби қасиеттерін, сондай-ақ оның отбасы мүшелерінің материалдық және әлеуметтік жағдайын зерделеу нәтижелеріне сәйкес аудандық әскерге шақыру комиссиясы әскерге шақырылушының әскери қызметке жарамдылық немесе жарамсыздығы дәрежесі туралы шешім шығарады. 2010 жылғы жағдай бойынша қарулы күштердің жалпы саны 65.000 адамды құрады. Бұл көрсеткіш бойынша ел әлемде 70-ші орында. Жыл сайын әскерге шақыру жасына 306.404 ер адам кіреді. Әскери қызметке жарамды 16-49 жас аралығында 6.566.118 ер адам бар екен. 2020 жылға құрлық әскерлерінің саны 25,5 мың адамды құрайды. Олардың құрамында бір арнайы мақсаттағы бригада, бір танк бригадасы, 12 мотоатқыштар бригадасы, бір десанттық шабуылдау бригадасы, бір әуе десанттық бригада, бір тау атқыштар бригадасы, 3 артиллериялық бригада, бір реактивті артиллериялық бригада бар. Өзбекстан 4 әскери округке, 2 оперативті және Ташкент қолбасшылығына бөлінген. Оңтүстік батыс округы бас штабы Қаршида, шығыс округы штаб Маргеланда, орталық округ штаб Самарқанд қаласында, солтүстік батыс округы штаб Нүкіс қаласында, Ташкент округ Ташкентте штабы. Әрбір округте толық штат бойынша жасақталған армия бригадасы орналасқан. Ерекше кезеңде округ командирлері округ аумағында орналасқан күш құрылымдарының барлық бөлімдері мен бөлімшелерінің басшылары бола алады. Өзбекстан Республикасының әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері мен әскери әуе күштерінің саны 7,5 мың адамды құрайды. Әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштері және әскери әуе күштерінің әскерлерінің құрамында МиГ-29 ұшақтармен жарақтанған бір эскадрилья, Су-27 ұшақтармен жарақтанған бір эскадрилья, Су-27 бомбалаушы авиаполкы бар, Су-25 шабуылдаушы эскадрильясы, сондай-ақ Ан-24, Си-295, Ту-134 ұшақтарымен жабдықталған бір көлік эскадрильясы бар. Сондай-ақ Ми-24, Ми-26, Ми-8 тік ұшақтарымен жарақталған бір тік ұшақ полкы бар. Құрметті көрермендер, осы видеомыз ұнаса лайк басып, осы арнаға жазылайық. Рахмет. Контент бізден, лайк сізден.